1967 жылы әлемге әйгілі революционер Эрнесто Че Гевара қайтыс болады. Кейін оның жолдарбасынан Боржо Момышұлы жайлы жазылған Волоколамск тас жолы кітабы табылады. Ал Фидель Кастро болса Боржо Момышұлын өзінің кумирі ретінде санаған. Совет үкіметі кезінде қазақ тілі жанашырлары да Бауыржан атамызды үлгі тұтқан. Бүгінгі шығарылым Екінші дүниежүзілік соғыстың басты қаһармандарының бірі, талантты жазушы, қазақ тілінің жанашыры, қазақ халқының нөмір бірінші ұлы Бауыржан Момышұлы жайлы болады. Сонымен, бүгін білетіндеріңіз. Бауыржан Момышұлы Гитлер армиясын немен таңғалдырды? Соғыста жүріп ол қандай кітап оқыды? Қазақ мектептерінің ашылуы Бауыржан атамызбен қалай байланысты? Неліктен Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батыры атағын тек 1990 жылы алды? Қызық болса, жайғасыңыздар. 1913 жылы Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көлбастау ауылында Бауыржан Момышұлы дүниеге келеді. 3 жасында анасынан айырылып, әжесінің тәрбиесін көрген. Әжесі оған жиі қазақ ертегілерін айтатын. Ал әкесі болса оған сауат ашып, мектепке оқуға берген. Мектептен кейін Орынборда педагогикалық институтта оқыған. Оқу бітіргеннен кейін Бауыржан Момышұлы ауылда мұғалім болып жұмыс істеді. Хатшы болды, тіпті полицияда 6 ай қызмет жасады. Ленинградта 1 жыл қаржы академиясында оқып, кейін КСРО өнеркәсіп банкының қызметкері болды. 1936 жылы қайта армияға қабылданып, 1938 жылы Жапон мемлекетінде Квантун армиясына қарсы соғысты. Бессарабияны, қазіргі Молдованы КСРО құрамына кіргізу операциясына қатысқан. Кейін қайта Қазақстанға оралып, әскери комиссариатта жұмыс жасаған. Осылайша біз Бауыржан Момышұлының тек әскери адам болғанын ғана емес, білікті, сауатты тұлға екенін біліп отырмыз. 1941 жылы 22 маусым күні Гитлер әскері КСРО мемлекетіне соғыс ашады. Гитлер армиясының қарқыны мықты болып, Киев, Минск қалаларын басып алып, Ленинградты қоршағаннан кейін қыркүйектің аяғында Мәскеуге жақындайды. Бауыржан Момышұлы соғыстың бас кезінде Алматыда болған еді. Ол өңірде генерал-майор Панфиловтың басқаруымен 316-шы атқыштар дивизиясы құрыла бастады. Бауыржан Момышұлын дивизия құрамында батальон командирі етіп, 1073-ші Талғар атқыштар полкын дайындаған. Ол да қиын тапсырма еді, себебі небәрі 1 айдың ішінде әскери біліктілігі жоқ инженерлерді, театр қызметкерлерін, әншілерді әскери адамына айналдыру оңай емес. Бауыржан Момышұлы оларды дайындау үшін қатал шараларды қолдана бастады. Осыған байланысты да ол талай шағымдар естіген. Мысалы, ол дайындық кезінде оларға ұзақ уақыт тамақ бермеген. Марш-бросок кезінде қиын жолдармен апарған. Шыңғысханның әскери қаталдығы есіңізде ме? Егер бір адам қашып кетсе, бүкіл ондықты, бүгінгі сөзбен айтқанда ротаны жазалаған. Дәл солай Бауыржан Момышұлы да егер ротада біреу өз бұйрығын орындамаса, бүкіл ротаны жазалайтын. Қазанның басында 316-шы дивизияны Мәскеуді қорғауға жібереді. Оның құрамында Бауыржан Момышұлы да бар еді. Басында соғыс көрмеген Бауыржан Момышұлы адамдары Гитлер армиясының шабуылынан қашқан басқа совет әскерлерінің әңгімесін тыңдап, одан сайын сескенеді. Сескенгені соншама тіпті бір адам соғыстан құтылу үшін өзінің қолына оқ атқан. Ол үшін Бауыржан Момышұлы бүкіл полк алдында оған ату жазасын қолданады. Ал қалған адамдардың үрейін кетіру үшін ол ерекше бір шешім қабылдады. Оның алдында Қызыл әскер армиясы өзі шабуыл жасамай, тек Гитлер армиясының шабуылын күтіп отырған. Бауыржан Момышұлы болса әскердің рухын көтеру үшін бірінші болып өзі шабуыл жасайды. Шабуыл нәтижелі өтіп, әскердің рухын бір көтеріп жібереді. Содан кейін полкта Гитлер армиясынан қорқу сейілді. Бірақ Гитлер армиясының саны КСРО армиясынан әлдеқайда көп болатын. Сол үшін де Бауыржан Момышұлы өзінің ерекше бір әдісін қолданады. Ол спираль тактикасы. Ол жоспар бойынша басында кішігірім санмен шабуылды күтіп алады да, уақыт келген кезде артқа қарай қашады. Қарсылас қашқанын көріп артынан қуа бастайды. Осылайша олар қарсыласты көлік өтпейтін жерге апарып, сол жерде дайын тұрған әскер қарсыласты жаңа күшпен шабуылдай бастайды. Нәтижесінде қарсыластың әскері жайылып, күші азаяды. Сол кезде Бауыржан Момышұлы өз әскерін жинап шабуыл жасайды. Бұны күтпеген Гитлер армиясы өз техникасын тастап қаша жөнеледі. Жалпы соғыс кезінде Бауыржан Момышұлы көптеген айлаларды қолданған. Тіпті өлген адамдай болып жатады. Қарсылас келген кезде қайта тіріліп шабуыл жасайды. Қоршаудан шығудың да өз тәсілі болған. Көбісі қоршаудан түнде бір-бірлеп шығатын. Бауыржан Момышұлы болса қоршаудан күндіз бірігіп бүкіл полкпен шығатын. Нәтижесінде Гитлер армиясының қозғалуын тоқтататын. Бауыржан Момышұлы шын мәнінде соғыстың қаһарманы еді.
Егер оның жасаған ерлігі болмаса, соғыс мүмкін басқаша аяқталар ма еді. Оның кішкентай әскермен үлкен әскерге қарсы күресу тактикасы бүкіл әлемге жайылып кетті. Оның соғыс жүргізу тактикасы Фидель Кастро мен Эрнесто Че Гевара мұқият зерттеп қолданған, себебі олардың да әскері қарсыластан әжептәуір аз еді. Қазіргі әлемнің көптеген әскерлерінде Бауыржан Момышұлы жазып кеткен соғыс психологиясы мен басқа жазған еңбектері міндетті кітаптардың бірі болып саналады. Жалпы Бауыржан Момышұлы әскери адам болғанымен, оның ең сүйікті ісі жазу болатын. Қайда болса да қаламы мен қағазын алып жазатын. Оның жазып кеткен әскери кітаптары, тіпті балаларға арнап жазған кітаптары халық арасында сұранысқа ие болған. Оның жазған «Знамя Москвы» атты кітабы бойынша фильм де түсірілген. Ал әйгілі Александр Бектің «Волоколамск тас жолы» кітабы Бауыржан Момышұлы айтқан әңгімелеріне сүйініп жазылған. Бауыржан атамыз әрқашанда өз халқының тілінің патриоты болған. Қазақтың жазушыларына әрқашан жігер беріп, керек нұсқауларды айтып отырған. Соғыс уақытында оған Мұхтар Әуезов өзі жазған Абай жолын жіберген екен. Бауыржан Момышұлы соғыста жүрсе де, Абай жолын толық оқып, кейін Мұхтар Әуезовке өз бағасын берген. Бауыржан Момышұлы тура айтатын тік адам болған. Ешқашан ешкімнен қорықпай өзінің ойын айтатын. КСРО кезінде қазақтардың тегін ов, ев арқылы жазып жүрген. Ал оған деген қазақтарда фамилия, яғни тегі деген жоқ еді. Сол үшін де қазақтығын жоғалтпай, Бауыржан атамыз кез келген жерде өзінің атын жазған кезде Момышев емес, Момышұлы деп жазатын. Ол кезде ұлы деп өз толық атын жазатындар санаулы ғана адам болған. Сол үшін бе, әлде оның туралығынан ба, көзі тірі кезінде Бауыржан Момышұлына Кеңес одағының батыры атағын бермеген еді. Тек 1990 жылы оған халық қаһарманы атағы берілді. Оның туралығына, қазаққа деген махаббатына көптеген адамдар тамсанатын. Солардың бірі кейін Алматыда 25 қазақ мектебін ашқан Шона Смаханұлы еді. Шона атамыз Бауыржан Момышұлынан үлгі алып, өз толық атын Смаханов емес, Смаханұлы деп жазған. Алматыда тек бір қазақ мектебі болғанда, тағы да 25 қазақ мектебін ашқан Шона Смаханұлы жайлы шығарылымды менің арнамнан көре аласыздар. Бауыржан атамыздың өз тіліне, мәдениетіне деген махаббатын оның істеген істерінен де, айтқан сөздерінен де байқай аламыз. Мен 3 нәрседен қорқамын. Бірінші, баласына бесік жырын айтпаған анадан. Екіншісі, немересіне ертегі айтпаған әжеден. Үшінші, бір-бірімен қазақша сөйлеспеген қазақтардан. Тіл ұлт қасиетін айқындайтын белгі, ұлттық салт сана өзегі. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға тараған ана тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, бар тарихымызды ұмыту. Бауыржан атамыз 1982 жылы 10 маусым күні дүниеден өтеді. Бауыржан Момышұлын соңғы сапарға шығарып салу кезінде бір оқиға болады. Бауыржан атамыз қайтыс болған күні Алматыға іс-сапармен КСРО басшысы Брежнев келген еді. Ол кезде Брежневтің Алматыға келуі бір мейрам ретінде қабылданатын. Сол мейрамды бұзбау үшін Бауыржан Момышұлының өлімі жайлы ешкімге айтпауға бұйрық берілген еді. Бірақ халық ол қайғылы жаңалықты естіп, Бауыржан Момышұлының соңғы сапарына көп адам жиналып көңіл айтады. Міне, халықтың нағыз махаббаты осы. Бауыржан атамыз айтқандай, мемлекет оған Кеңес одағының батыры атағын бермесе де, халық өзі атақ берген. Және де ол кез келген мемлекеттік атақтан артық. Елімізді, тілімізді, дәстүрімізді сақтап қалғаныңыз үшін көп рахмет сізге, Бауыржан ата. Сіздермен болған тарих-марих. Міндетті түрде лайк басып, WhatsApp группаларға репост жасап, аналарыңызға хабарласып, халін біліп, мектепте оқысаңдар сабақ оқып, спортсмен болсаңдар жаттығып, дұрыс тамақтанып, түні бойы телефон шықмай, дұрыстап ұйықтап жүріңдер.